Алматыдан таңғы 9-да шыққан болатын. Таңғы 9-да. Одан Старожек станциясына жақындап келе жатқанда 57-58 километр шақырыммен сағатымен келе жатып тежегішті қолдандым. Переезге жақындаған кезде. Доғалы жол болды, кривой участок еді, көрінбейді ар жағына. Қалай болған, не болып жатқан переез жақта. Ол ары қарай тікке жол болды, Старожектің станциясына қарай. Тікке жолда 300-250 метрда жолда ұйықтап отырды. Ұйықтап отырды, иә? Ұйықтап отырды жолдың басында. Одан шұғыл тежегішті тарттым, динамика тежегішті тарттым, құм бердім, дабылдауышты басып тұрдым, до конца тоқтағанша басып тұрдым. Прожекторды қосып өшірдім, мән берген жоқ. Не болыпты ол жерде? Ұйықтап жатып па, мас күйінде болып па, ол жағынан хабарыңыз жоқ па? Бұл жағынан енді ол астына кіріп кетті ғой, локомотив. 5-7-мен тура локомотивтің астына кіріп кетті. Одан көмекшімді жібердім, Бекзатты жібердім. Бекзат барып қарады. Одан Бекзат көмекшім келіп тірі деді. Өзі сотовый телефонды алып шықты, сөмкесінен алып шығып звондады. Скорыйға шақыр, скорый 5 минуттан соң келді ғой.